Сәлеметсіздер ме 10 сынып оқушылары? Жаратылыстану математика бағыты бойынша 3-ші тоқсан БЖБ3 тапсырмасы. Бұл жалпы нұсқасы алда жаңа бірінші және екінші нұсқаларда шығады. Және ТЖБ тапсырмасы да шығады. Сондықтан каналға тіркеліп қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Бірінші тапсырма. Суретте y тең f тегіс функциясының графигі және оған x тең 2 және y тең 4 нүктесінде жүргізілген жанама бейнеленген суретті қолданып келесі сұрақтарға жауап беріңіздер дейді. А тапсырмасында бізге айтады, x тең 2 болғандағы функцияның туындысының мәнін табуымыз керек. Енді бізге графикті қолданыңыздар дейді. Суретті біз алдымен осы жанаманы пайдаланып, мынандай тікбұрышты үшбұрыш сызалайық. Бұл жерде білесіздер, мұндағы катеттің ұзындығы 4-ке тең болып тұр, ал мұнда 1-ге тең болып тұр. Ал OX өзімен жасаған бұрыш, мынау альфа бұрышы. Бізде формула бойынша fx функциясының x0 нүктесіндегі туындысы ол тангенс альфаға тең. Енді осы жерден мен тангенс альфаны анықтайтын болсам, бұл альфа бұрышына қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы, сонда 4-тің 1-ге қатынасы ол бізде 4-ке тең. Бұдан бізде fx, яғни x тең 2 нүктесіндегі функцияның туындысының мәні ол 4-ке тең деген сөз. Енді В тапсырмасы. Функцияның дифференциалданбайтын нүктесін анықтауымыз керек. Ол дегеніміз функцияның өсімшесі және аргументінің де өсімшесі жоқ екенін көрсетуіміз керек. Яғни ол қай нүктеде? Мынау x тең -2 нүктесінде. Функция дифференциалданбайды деген сөз. Келесі екінші тапсырма. Трактордың жүріп өткен S жолы бізде мынадай теңдеумен белгіленген. Т бұл трактордың осы жолды жүріп өтуге жұмсаған уақыты. Енді А тапсырмасында трактордың жылдамдығының теңдеуін жазыңыздар дейді. Жалпы туындының физикалық қасиеті бойынша бізде мынау жүрілген жолдан S-тен туынды алатын болсақ, ол біздегі ілесік жылдамдыққа тең болады деген. Енді бізде S-ті функциямыз берілген жазайық. 0,1 t-ның квадраты қосылған 5t түрінде берілген екен. Енді осыдан туынды алып, жылдамдықтың теңдеуін жазайық. Бізде туынды бойынша 0,1-ді көбейтеміз. Т квадраттан туынды алатын болсақ, 2 алдына түседі, дәрежесі біреуге келмейді, т-ның 1 дәрежесі. Қосылған 5t-дан туынды алатын болсақ, ол 5-ке тең. Сонда біздің жылдамдығымыз 0,2 t қосылған 5-ке тең екен. Енді В тапсырмасы. Осы теңдеуді қолданып, трактордың жылдамдығы қай уақытта 8 метр секунд болатынын анықтаңыздар дейді. Бізде енді теңдеуді жазайық. 0,2 t қосылған 5 теңдеуі 8-ге тең деп аламыз. Осы бойынша біз t-ны табамыз. Сонда 0,2 t тең болады. 8 минус 5 t тең болады. 3-ті 0,2-ге бөлетін болсақ, t бізде 15 секундқа тең. Келесі үшінші тапсырма. Келесі функциялардың туындыларын табыңыздар дейді. Мен бұл жерде туындыны есептемес бұрын керекті формулалар жазып алайық. X-тің n дәрежесінен туынды алатын болсақ, білесіздер, дәреже алдына түседі және x-тің 1 дәреже келмейді. Екінші жағдайда синус u-дан деп алайын. U деп отырғанымыз бұл бізде аргументі күрделі функция болып келді дейік. Сол кезде синус u-дан туынды алатын болсақ, синустан туынды алатын болсақ, косинус u-ға тең және u-дан да туынды аламыз. Үшінші жағдайда u бөлінген v-дан туынды аламыз. Сол кезде бөлшектің бөлімінде v-ның квадраты, алымында u-дан туынды алып, v-ға көбейтеміз, азайтамыз u-ды көбейтіп v-ның туындысына. Осы формулаларды қолданып тапсырмаларды орындайық. А тапсырмасы. Y тең 3x-тің 4 дәрежесі минус 4 бөлінген x-тің квадраты қосылған 10. Осы жерде y тең 3x-тің 4 дәрежесі минус 4 көбейтілген x-тің минус 2 дәрежесі плюс 10 деп жазым келіп тұр. Себебі қазір туындалғанда өзімізге жеңіл болу үшін. Енді осыдан туындалық y' тең болады. 3 көбейтілген 4 дәреже алдына түседі. Дәреже біреуге келмейді, яғни x-тің кубы болады.
минус 4 көбейтілген дәрежені алдына түсіреміз минус 2-ні көбейтеміз x-тан минус 2-ден азайтамыз минус 1-ді қосылып минус 3-ға тең болады. 10-нан туындалатын болсақ, ол 0-ге тең болады. Сонда ықшамдап жазатын болсақ, 12x-тің кубы плюс 8 бөлінген x-тің кубы болады екен. Енді по тапсырмасы y тең синус 3x функциясы. Туындалатын болсақ, синус x-тан туындысы ол косинус 3x-қа тең, көбейтілген 3x-тан туындалып жазамыз. Сонда бізде 3 косинус 3x-қа тең болады екен. Енді с тапсырмасы y тең 6x бөлінген 1 плюс x-тің квадраты. Туындалып жазайық. Y штрихіміз тең болады. 1 қосылған x квадраттың квадраты. Алымында 6x-тан туындалсақ 6 болады. Оны v-ға көбейтеміз 1 қосылған x квадратқа. Азайтамыз. U деп отырғанымыз 6x-қа тең. Оны көбейтеміз. 1 қосылған x квадраттан туындалатын болсақ, ол 2x-қа тең. Тең. Бөлімін өзгертпей жазамыз. 1 қосылған x квадраттың квадраты. Жақшаны ашып жазатын болсақ, алымында 6 қосылған 6x-тің квадраты минус 12x-тің квадраты. Сонда бізде ықшамдап жазатын болсақ, 6-ны жақшаны сыртына шығаратын болсам, 1 минус x-тің квадраты бөлімінде 1 плюс x квадраттың квадраты түрінде қалады екен. Осымен біздің есептеріміз аяқталды. Нұсқасы шығатын болады, сондықтан міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.